Сәлем достар, 142-ші есепті бастайық. Аның орнына жай сандарды қоюымыз керек. Демек, 7 мен 27-нің арасындағы жай сандар 11, 13, 17, 19, 23, осы 5 сан жатады. Енді екінші есепте 50 мен 83 арасындағы жай сандарды жазамыз. Сонда x тең 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79. Енді үшінші есепте бұның орнына қоямыз. 307, 311, 313 және 317. Енді y-тің орнына қоямыз. 918 бен 955 сандарының арасындағы жай сандар. 919, 929, 937, 941. Бұл жай сандар кітаптың ең артында бар негіз кесте. 947, осы 953 сандары жатады. 143-ші есепте 24-тің бөлгіші және 6-ға еселік сандарды табыңдар. 24-тің бөлгіші 6 және 12 келеді. 6-ға да еселік болады. Және 24-тің өзін жазуға болады. 36-ның бөлгіші және 9-ға еселік 9, 18 және 36. Осы 3 сан жатады. 100-дің бөлгіші 3-ші есепте 20-ға еселік болатын. 20, бізде 100, осы 2 ақ сан жатады. 108-дің бөлгіші мен 36-ға еселік болатын сандар. 36 мен 108 ғана жатады. 144-ші есепте 6 және 11 сандардың бірдей еселік болатын ең кіші натурал санды табыңыз. Ол дегеніміз екеуінің көбейтіндісін береді. 66, 9 және 45 дегеніміз 45 бізде 9-ға бөлінеді ғой. Демек, 45 бізде өзі еселік бола алады, ең кіші. Демек, 45 еселігі болады. Бірінші есепте 66, екінші есепте 45. 145-ші есепте топты 3 орынды каюталарға бос орын қалдырмай етіп орналастыруға бола ма? Бірінші, 69 туристтен тұрса, оны 3-ке бөліп орнатамыз. Демек, 69 3-ке бөлсең 23 келеді екен. Екінші есебіміз 72 туристтен тұрады. 72 туристті орналастыруға бола ма? 3-ке көрейік. 72-ні 3-ке бөлгенде 24 келеді екен. Үшінші есепте 76 туристтен 76-ны 3-ке бөліп көрейік. Бізде 25 бүтін және 1 қалдық қалып қалады екен. Демек, орналастыруға болмайды. Бір адам артық қалып қалады. Төртінші есепте 119-ды 3-ке бөлеміз. 39 бүтін және 2 қалдық қалып қояды. 2 адам артық қалып қояды. Демек, бізде 69 бен 72 туристтен орналастыруға болады екен. 146-ші есепте бір топта 48, екіншісіне 36 спортшы бар. Қандай әдіспен сапқа тұруға болады? Бізде 48-дің бөлгіштері 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 жатады. Енді 36 күн жазып алайық. 36 санында бірден басталады. 1, 2, 3, 4, 6,
9, 12, 18, 36 мен аяқталады. Неше түрлі әдіспен сапқа тұра алады дейді. Демек, бірдей бөлгіштерін жазамыз. Бірдей бөлгіштері 1, 2, 3, 4, 6, 12. Осы санмен аяқталады екен. Демек, бізде 6 түрлі әдіспен сапқа тұра алады. 6 әдісі бар екен. 147-ші сеп кестені толтырамыз. 2 санынан береміз. Біріншісінде 6-ның бөлгіші мен 15-тің бөлгіші. 1-дің өзін жатқызайық. Және 3. Осы 2 бөлгіш бар. 18-дің бөлгіші және 6-ның бөлгіші. 3, 6. 32 мен 6-ның бөлгіші бізде 1 және 2 деп аламыз. 12 мен 15 1 және 3 деп аламыз. 12 мен 18-дікі 3 пен 6 деп алуға болады. 2 де бар екен. 32 мен 12-дікі 2, 4. 24 пен 15-дікі 1 және 3. 24 пен 18 бізде 6-ға бөлінеді. 3 және 6. 32 мен 24 4 және 8 деп алуға болады. Екінші кестеде бізде еселігі берілген. 3 пен 4-тің еселігі 12 және 24 деп алуға болады. 4-ті 5-ке көбейтсек 20, 40 деп алуға болады. 11-ді 4-ке көбейтсек 44, 44-ке 44 қоссақ 88 деп алуға болады. 7-ні бастайық. 7 мен 3-тікі 21, 21-ге 21 қоссақ 42. 7 мен 5-тікі 35 және 70 деп аламыз. 7 мен 11-дікі 77 және 154 болады. 13 пен 3-тікі 39 және 78 болады. 13 пен 5-тікі 65 және 130 болады. 11 мен 13-тікі 143 және 286 болады. Міне осындай кестені толтырып шығамыз. 148-ші есепте теңсіздігі дұрыс болатындай етіп 15-ке еселік және 23 санына еселік x-тің орнына барлық натурал сандар жазыңдар дейді. Енді 15-ке еселік бізде 15, 30, 71-ден асып кетпеу керек. 45, 60 және 75. Екінші 23 еселікке 23 санына еселік болатын бізде x тең 23-тің өзі жатады. Және 46, 69 осы 3 сан жатады. 149-ші есеп. 2 жай санның қосындысының мәні жай сан бола ма? Қазір тексеріп көреміз. 2 жай сан бізде 2 мен 3 алсақ 5. 5 жай сан болады. 2 мен 5 алсақ 7. Қосындысы жай сан болуға болады екен. 2 жай санның айырымының мәні жай сан бола ма? 7-ден 2-ні алсаң 5 және 13-ден 2-ні алсаң 11. Жай сан алып шығуға болады екен. Үшіншісінде 2 жай санның көбейтіндісінің мәні жай сан бола ала ма? 2 жерде 7 14. 11-ді көбейтеміз 3-ке 33. Демек жай сан бола алмайды. 1 мен 2-ші есеп бола алады. Демек 3-ші есепте жай сан бола алмайды екен көбейткенде. 153-ші есепте 487 санына еселік және 2 цифрмен аяқталатын 4 таңбалы сандарды жазыңдар. 7 жерде 642. Демек бізде аяқ жағында 2 мен аяқталу керек. Демек бізде 6-ға көбейтеміз.
2922 шығады. Тағы 7-ні қай санға көтсең, аяқ жағында 2 шығады. 16. Демек, бізде 7792 шығады. 4 таңбалы сандар осылар. Өрнектің мәнін тиімді жолмен есептеңдер. Бізде 251-ге 249-ды қосқан тиімді. Қосу екінші жақшаға және қалған сандарды қосып жазамыз. 584 қосылған 216. Тең жақша үшін қосқанда бізде 500 шығады, қосылған екінші жақшадан 800 саны шығады. 500-ге 800-ді қоссақ, 1300 саны шығады жауабы. Екінші бізде тиімді тәсіл 25 пен 4 өзі жұп болып саналады. 25 көбейтілген 4, көбейтілген 7, көбейтілген 3 деп терімдік қасиет пайдаланамыз. 25 4-ке көбейтсек 100, 13-ті 7-ге көбейтсек 91. 91-ді 100-ге көбейтсек 2 нөлді тіркеп жазамыз. Сонда 9100 жауабы болады. 153-ші есепте өрнектің мәнін салыстырыңдар. 42-ні 6-ға бөлеміз. 7, 54-ті 6-ға бөлсек 9. Қосындысының мәні 16 болады. 42-ні 54-ке қоссақ, оң жағын 96, оны 6-ға бөлеміз. Жауабы сонда 16 болады. Демек, екі өрнектің мәні тең болады. Екінші есепте 54-ті 6-ға бөлеміз. 9, 42-ні 6-ға бөлсек 7. Аз айтқанда 2 шығады. Оң жағында аз айтқанда 12, оны 6-ға бөлгенде 2. Демек, екі өрнек бізде тең болады. Үшінші есепте де 63-ті 9-ға бөлеміз 7, оны көбейтеміз 5-ке, 35 шығады. Оң жақтағы өрнекті көбейтсек, 63-ті 5-ке көбейтсек, 315, оны 9-ға бөлеміз. Жауабы 35 шығады. Тең болады. Төртінші есепте бірінші өрнекті 65-ке көбейтеміз 26-ны, 1690, оны 13-ке бөлеміз. Жауабы 130 шығады. Екінші өрнекті бөлеміз 5, көбейтеміз 26-ға, тең 130 шығады. 26-ны 13-ке бөлгенде үшінші өрнекте 2, оны 65-ке көбейткенде жауабы 130 шығады. Демек, үш өрнекте тең болады. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.